Саламатсыздар ма? Алтау облысы Сәтбаев қаласы нөмір 27-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі Айгүл Сұлтанғали қызы. Бүгінгі алып отырған пәні математика пәні 2-ші сынып. 36-шы сабақ өткен материалдарды қайталау, бекіту. Оқу мақсаты ұзындық масса өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндеріне амалдар қолдану. Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептерін шешу, санды өрнектер және теңдеулер түрінде модульдеу. Сабақтың мақсаты өткен материалды қайталайды және бекітеді. Берілген 14-ші тапсырма бойынша сызба бойынша есеп құрастыр, есептің шешуін екі нұсқада табу. Бірінші нұсқа санды өрнек түрінде жаз. Балар ойынға 37 бала, барлығы 37 бала қатысты, ойыннан шыққан 19 бала, қалған баланы табуымыз керек. Олай болса, ойынға қатысқан барлық баладан шыққан баланы азайтамыз. 37 азайту 19, 18 болады. Жауабы 18 бала. Демек, қалған 18 бала екен. Олай болса, дәл осы есептің әр нұсқасында теңдеу түрінде жазайық. Берілген барлық 37 бала, шықты ойыннан 19 бала, қалған бала бізде белгісіз болғандықтан x деп аламыз. Олай болса, шешіп жарайық. Барлық баладан Олай болса, осы 14-ші тапсырма бізде әр нұсқасында берілген болатын, теңдеу түрінде жаз. Бұл жерде барлық бала 17, ойыннан шыққан бала 19, қалған бала белгісіз. Олай болса, қалған баланы біз x деп белгілейміз. Бұл жерде біз шыққан баламен қалған баланы жазамыз шешуіне. Демек, 19 бала қосу x тен 37 дейміз. 37 ол барлық бала. Енді теңдеуді шешейік. X тен 37 азайту 19, X тен 18, енді X-тің орнына қоямыз. 19 қосу 18 тен 37, енді екі жақты тексереміз. 37 тен 37, жауабы 18 бала. 15-ші тапсырма есептің теңдеуін құрып шығар. Атам екеуміз саяжайдан бірнеше килограмм алмұрт және одан 5 килограмм артық алма жинады. Егер 15 килограмм алма жинаса, неше килограмм алмұрт жинады? Бұл жерде бала бізде алмұрт белгісіз. Олай болса, бұл жерде бізде алма 15 килограмм, ал бізде алмұрт белгісіз болғандықтан біз x деп белгілеп аламыз. X қосу 5-тен 15. Бұл жерде біз алмұртпен 5 килограмм артық алманы қосамыз. Жауабы 15 барлық алма болдық. Енді алғы шешейік. 15-тен x-тен 15 азайту 5, x-тен 10. Енді тексереміз. 10 қосу 5-тен 15, екі жақ тексереміз. 15-тен 15. Демек бізде жауабы да 10 килограмм алмұрт. 16-шы тапсырманың А нұсқасы. Көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендірілді. Бұл жерде 9 дециметр, 9 сантиметрге айналдыруымыз керек. Олай болса, бірінші есімізге түсірейік. 1 дециметрде 10 сантиметр болады. Олай болса, 9 дециметр дегеніміз 90 сантиметр. Оған қосамыз 9 сантиметр, тен 99 сантиметр. Ал бізде 7 дециметріміз 70 сантиметр болады. Енді бұл жерде бізде 76 сантиметрді дециметр мен сантиметрге айналдырамыз. 70 сантиметр қосу 6 сантиметр. 7 дециметр 6 сантиметр. Енді бізге берілді 2 метр. Енді біз табайық. 1 метрде неше дециметр бар? 1 метрде 10 дециметр бар. Демек 2 метріміз 20 дециметр. Бұл жерде енді 16-шы тапсырманың әр нұсқасы шамалардың мәндерін салыстыр. Бұл жерде бізге салыстыру берілген болатын. Олай болса, 7 дециметр 8
Центнеріміз 78 сантиметр. 79 сантиметр. Демек, 79 сантиметріміз үлкен. 5 центр, 40 центрға. Центр бұл жерде 50 центр үлкен. 26 литр қосу 73 литр. 99 литр және 100 литр. Демек, 100 литр көп. 45 сантиметр, 46 сантиметр. 46 сантиметр көп. 36 килограмм қосу 64 килограмм. 100 килограмм болады. 100 килограмм, 100 килограмм, демек, тең таңбасын қоямыз. 80 литр азайту 64 литр. 16 литр болады. 35 литр, демек, 35 литр көп демек. Олай болса 16 тапсырманың бір нұсқасы амалдарды орында. Бұл жерде бізде жақшамен берілген екі амалмен орындаймыз. Бірінші амал 99 килограммнан 71 килограммды азайтамыз. 28 килограмм. Енді 42 килограммнан 28 килограммды азайтамыз. 14 килограмм. Бірінші амал 28 литр қосу 32 литр. Енді 60 литрдан азайтамыз 20 литр. 10 литр болады. 63 килограмм азайту 49 килограмм. 14 килограммға 86 килограммды қосамыз. 100 килограмм. 70 литр азайту 57 литр. 18 литр болады. 18-ге 82 литрді қосамыз. Демек, 100 литр болады. 17 тапсырма қарандаштың ұзындығын қызыл және жасыл түсте кесінділердің ұзындықтарының қосындысына тең. Бұл жерде біз қарандаштың ұзындығын табуымыз керек. Бұл жерде балар бізге екі түске кесінді сызылып тұр. Бұл жерде қарап отырсаңыздар 0 деген саннан басталып тұрған жоқ. Қызыл кесінді 3 пен 9-нан басталып тұр. 3 пен 9-ның арасы. Демек, біз қазір қызыл кесінді қанша екенін табуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, бізде қызыл кесіндіміз 6 сантиметр. Енді 9 пен 18-дің арасында жасыл кесіндіні табамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Демек, жасыл кесінді бізде 9 сантиметр. Енді бізде тапсырма беріп тұр, қарандаштың ұзындығын тап. Демек, біз екі кесіндіні бір-біріне қосамыз. 6 сантиметр қосу 9 сантиметр, және 15 сантиметр болады. Жауабы 15 сантиметр. Балар, енді бізге осындай тапсырма беріп тұр, ой серек және санамақ екен. Бұл жерде бұтақтарда шиелерді үзіп алмай, барлық шиелерді 3 балаға қалай тең бөліп беруге болады. Міне 3 балаға бөліп тастадым. Енді осы шиелерді біз 3 балаға бөліп береміз. Бірінші балаға бірінші қатар тұрған шиені алам, және соңында тұрған 6 шиені алам. Сонда бірге алдыны қосқанда 7 шие болады. Енді екінші балаға екінші қатардағы 2 шие және соңғы қатарда алдында тұрған 5 шиені аламын. 2-ге 5-ті қосамын, 7 шие. Енді үшінші балаға үшінші қатарда тұрған 3 шие және төртінші қатарда тұрған 4 шие қосамын. 3 қосу 4 тең 7. Мына барлық 3 балаға тең бөліп берілді. Келесі, 2 таяқшаны алып тастау арқылы бірден жерді шаршы шығарып ал дейді. Олай болса, бірінші суреттегі біз санмен белгілеп алайық шаршылар үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 белгілеп алдық. Енді 2 таяқшаны алып тастауым керек. Мұның астындағы бірінші таяқша, қасындағы екінші таяқшаны алып тастайық. Енді қайтып қосымша бос тұрған жаңағы шаршыға жазып шығамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мұны 7 шаршы шықты. Берілген сандардың арасынан қандай 2 санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 15-ге тең болады. Бұл жерде бізде 5 шеңбер берілген, 5 шеңбердің ішінде 5 түрлі сан берілген. Осы сандарды бірінші барлығымен қосып аламын. 8 қосу 4, қосу 9, қосу 3, қосу 1.
25 болады. Енді бұл жерде мен керек емес екі санды алып тастаймын. Ол 9 пен 1 деген сан. Олай болса, осы 9-ын 1-ді қазір 25-тен азайтамын. 25 азайту 9, азайту 1. 15.